Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум аға. Алейкум ассалам. Ол құтты болсын, жасыңыз құтты болсын. Әумин. Жасаңыз ал. Әумин. Қабыл болсын. Айты деген солған байланысты сізде мені. Бұл деген айтпақшы мүшел жас қойды. Мүшел жас. Шықтым мүшел жастан. Иншалла. 6-шы мүшел жастан шықтым. Құтты болсын бәрі. Әумин. Берекелі болсын. Мына кітаптарыңызды енді бүгін насихаттап жатсыз. Осын енді сау кесері болып жатыр. Әумин. Енді сөз сізгіні өзіңізде аға. Мана менен көбісі бірақ сұрайды. Неге аға кітапты орысша жаздыңыз дейді. Мен мына 89 жыл мына кітапты бастағанда жұмыс істеп, зерттеуді қазақтың тарихын. Сонда мен мына Москвада менде филиал болды. Астана Ақтөбеде мен не құрғам? Дәстүр қазақ ұлттық орталығым. Сонда менде Москвада филиал болды. Сол филиалдың директоры Белоконь Алексей Сергеевич болды. Ол Совет үкіметі заманында АПН болды, агентство печати новости. Соның арнаулы тілшісі болды Нью-Йоркта 20 жыл. Сосын сол менде директор болды. Ол мені немен таныстырды. Архив ЦК КПСС. Соның директорым таныстырды. Сосын директор айтты, мен сізге архивтің материалдарын көруге рұқсат берем. Бірақ 20 күн. Тек таңертең 10-нан 12-ге дейін деді. Болды. Мен сосын күнде 3 сом берем де 10-нан 12-ні танысам да сосын кетіп қалам. Сөйтіп міне геноцид деген мәселе қайдан туды? Мен сол кезде мұрағаттың құжаттарын оқыдым. Мен аңтан қалғаным, анау Ресейдің ақ патшасының заманында заңдар шыққан. Указ император Российской империи об уничтожении малых наций и народностей. Себебі бұлардың жоспары бойынша жыл сайын бір ұлт, бұл кішігірім ұлт жойылу керек. Каждый год должны исчезать одна народность, одна нация. Бір тіл қалу керек, орыс тілі қалу керек. Сондықтан бұлар қазір қарап отырсаңдар, міне Чукотка бар, чукчалар бар. Бірақ чукчалар, Ванялар, Колялар, Витялар, Анялар, Галялар. Енді келіп алып бері қарай келдік. Мына якуттар. Олар да тюрктер ғой. Енді олар да бәрі аттары орысша. Галя, Валя, Толя, Витя. Чуваштар жүр, олар да тюрктер. Удмурттар жүр, олар да тюрктер. Бәрінің аттары орысша. Сөйтіп, жәймеде бәрінде қайтып, ақырында құрту керек болды. Енді тек біздің бағымыз, мына Гитлер соғыс бастады. 41 жыл. Соғыс бастап, мына соның арқасы біз аман сау қалдық. Себебі, бұлардың жоспары бойынша, Совет үкіметі жоспары бойынша, Қазақстанға басқа ұлттарды көшіру керек. Сонда Сталин 44 жылы заң шығарды, қазақтардың тарихын жоқ қылу жөнінде. Сосын ана Василий Абаев деген Дагестанның тарихшын шақыртып, оған не берді тапсырма. Историю России мы должны переписать. Везде русскийден сөзі россияне деген. Русский деп жазды. Себебі русский деген ұлт болған жоқ Россияда. Оны желтоқсанның 30 күні 22 жыл Совет үкіметін құрғанда сол кезде шығарған русский деген нацияны. Сол кезде мына өзбектер шықты. Себебі 1926 жылы Өзбек СССР-ін құрды. Себебі Сталин айтқан, нам этих Чингисханов надо уничтожать. Қазақтарды айтқан, Чингисхан надо уничтожать. Алдында бірінші Петрдің айтқаны бар. Бусурманов надо ежедневно убивать до одного. Екатерина екінші айтқан, казахам не надо давать знать истории. Если они опять будут знать историю, они захотят, как Чингисхан, опять захватить весь мир. Поэтому историю Казахстана надо запретить. Содан міне біздің тарихымыз, мына баяғы мектепте оқыдық, бәрінде оқындыру мектепте. Қазақстан тарихы. Мынандай кітап, ішінде жаңағы первобытный общинный строй, рабовладельческий период, сосын жаңағы нені бастайды? Революция в Англии, во Франции, в Голландии, в Испании. Сол бізге келіп, жоңғарлар, орыстар бізге көмектесті. Орыстардың арқасында біз аман сау қалдық. А мен міне тарих зерттегенде Екатерина екіншінің жіберген несі бар? Жоңғарларға. Шарт жасаймыз. Заключаем договор. Будете воевать только с казахами. Сосын Новиков деген капитан жіберді. Будете обучать жоңғар пользоваться пушками, огнестрельным оружием. Финансирование будем. Мы должны уничтожить всех казахов. Міне солай біздің қазақтар құртқан. Енді қайнесек, Алтын Орда құрғанда 15 ғасырда қазақтар 50 миллион болыпты. Негізде мына түріктер, Азербайжандар, башқұрлар, татарлар, чуваштар, ұлмұрды бәрі қазақтан шыққан. Мен бәрін айтам, сендер бәрі де қазақтан шықтыр. Кеше ана Азербайжанның ғалымы атақты айтып отыр. Мы должны признаться, что мы все произошли от казахов. Ана Азербайжанның сыртқы істер министрі айтқан,
у казахов самый чистый тюркский язык. Сонда міне біз Туранды құрсақ, Туранның ортақ мемлекеттік тілі қазақ тілі болу керек. Қазақтың тілдері нағыз таза тіл деп. Кімнің айтқаны бар? Хрущевтің айтқаны бар, Юсупов. Юсуповтың естелігінде бар. Когда я Хрущеву сказал, а казахи не будут возмущаться, что первым секретарем к ним назначили уйгура. Айтвет, ислам, ты умный человек. Наша цель – уничтожение казахов и казахского языка. Казахи должны исчезнуть. Вот это мы делаем. Первый процесс физического уничтожения казахи прошли. В 19-22 году мы уничтожили 2 миллиона казахов. Теперь у нас надо уничтожить их голодом, ассимиляцией, уничтожением языка, обычаев, культуры. Казахи должны исчезнуть. Поэтому езжай и работай в Казахстане. Ни на что не реагируй. Мне соның бәрін біздің қазақ көбісі білмейді. Білген жоқ. Мен мына сонда мына геноцидте жазып жатырмын. Біздің балдарымызды қалай өлтірді орыстар. Қалай мына ауылдарды қырғызды кәдімгі келіп әскерлерге пулеметпен атып, қызыл әскерлер біт-бітсіз шығарды қазақтар. Соны не қылып отырмын. Соның бәрін мен ашық, мына халыққа жетсін. Халық көзі ашылсын, білсін шамалы. Көбісі айтады, ол орыс дос. Мен айтамын, қазақ атамыз бекер айтқан жоқ. Орыстан жолдасың болса, айбалтаң жаныңда болсын. Ол қағида, ол назидание, ол мақал емес, мәтел емес, ақыл кеңес, ол қағида. Қағида деген ол бір айтылама, сен өлгенше соны ұмытпауың керек. Міне, солай аталарымыз ескерткен, біз ұмытып қалдық. Қазір орыстар қасымызда жүр, айбалта жанымызда жоқ. Өзіміз мықты болмасақ тілімізге, а бізді орыстар адамға санамайды. Орыстардың айтқаны бар, казахи это бараны, а бараны должны пастись в степи. Все, это у них жизнь, они должны всегда кочевать. Это не люди, деп. Кеше анау бір нені айтып отыр, депутат. Казахи никогда людьми не были, дейді. Они были кочевниками, они где-то шляли, шатались. Здесь жили другие народы. Они пришли, эти земли захватили. Теперь ходят, требуют, чтобы им Казахстан восстановили. Поэтому мы не должны давать восстанавливать никакого Казахстана. Сонда мен мына коррупцияда жазғанда, геноцид жазғанда, осы қазақтарды қалай қырғанын, қалай не қылғандарын. Бұл бір геноцид туралы. Енді Меховеде мен бәлем-бәлем тергеуші болдым. Сосын мен осында Қарағандыда қылмыстық іс тергелді 80-82 жылдары. Меховеде Қарағанда Меховы комбинат болды. Сонда Меховы комбинатта 87 адам сотталды. 4-еуіне ату жазасын берді. Сосын бриллиантовая рука деген бұл мына біздің Ақтөбеде Казкультуртың директоры болды. Соғысқа қатысқан, бір қолдан айырылған, сол директор болып жүргенде, ана ақшаларды жеп жүр. Мынау Кашалотеде мен тергеуші болдым прокуратурада. Сонда менде 6 рет сотталған Максимов деген орыс болды. 6 рет сотталды. Кілең адам өлтіріп, мына 6 ретте адамды өлтіріп сонымен отырды. Сонда мен айтып отырмын, Максимов, вот завтра ты выйдешь, тебе 60 лет. У тебя ни кола, ни двора, ни семьи нет. Как ты будешь дальше жить? Неужели у тебя не было семьи? И он маған сосын өмірін айтты. Мен 6 ай ісін тергедім. Ол маған өмір айтып отқан, мен мына бәрі жазып отырдым. Сосын мен айттым, Максимов, ты разрешишь, я из твоего рассказа составлю литературное произведение. Я обещаю, что фамилию, населенные пункты, где-то что-то я называть не буду. Я буду другие ставить, другими пользоваться наименованиями. Все, я ничего не возражаю, я вам, говорит, доверяю, Салим ага. Потому что я, говорит, смотрю, я всем говорю, у меня следак очень хороший, редкий человек. Всегда ко мне приходит, только на «вы» обращается. Всегда принесет пару пачек сигарет. А почему вы, говорит, ко мне на «вы» обращаетесь? Я говорю, я хочу подчеркнуть, что я в тебе уважаю человека. Потому что все мы под Богом ходим. Когда мы на кітабында ана Францияның елшісі айтты, мы хотим на французский язык перевести. Енді мұны айналайын, бәрді шаттырып жүрді. Айналайын да Олжас Сүлейменов жазды деп. Олжас Сүлейменов әне оны сұхбат берді. Әнді айтып жатыр. Көбісі тойда айтады ғой, айналайын деп. Сосын ол айтты, айналайын, это не мои стихи, я их не писал. Мен бұл өлеңді 71 жылы оқып жүргенде Казгуде сол кезде жазған өлеңім. Атын төлеген болады. Сәлімаға, сіздің бүгін мерейтойыңызбен құттықтайын деп, туған күніңізбен. Рахмет. Бүгін туған күнімде болып қалды бәрі не болып қалды. Кітабыңыз енді 80 жылдардан бері жазып келатыр екенсіз. Бұл
келесі бұл қазір бұл коррупция, қазіргі коррупцияның сабақтастығы бар ма? Иә. Жоқ па, соны айтып жіберсеңіз. Қазақстан нағыз коррупцияның ішінде отыр. Сыбайластық, жемқорлық біздің Қазақстан әбден тамыр жайған. Бізде заң жоқ. Мен ана сұхбат бердім осы, ютубқа шықты. Қазақстанда заң жоқ. Мынау қазақ үшін соңғы ғасыр. Біз санамыз ояна ма? Намысымыз ояна ма? Шығамыз ба біз бірігіп? Талапты қоя аламыз ба? Біз ұлттық немізді сақтаймыз. Көп айтады, қазақ мың өлген, мың тірілген. Мың өлген, мың тірілген шығар. Бірақ мынау соңғы өлу. Осыдан өлгеннен кейін қазақ тірілмейді. Ол мен 100% кепілдік беремін. Тіріле алмайды қазақ. Есім Төлеген, өзім заңгермін, жаңағы бірақ кезінде қазір тарих факультетін бітірген. Мына кісінің айтып отқан дұрыс деп айтамын. Мынау бізде кезінде археология зерттегенде, мынау совет уақытында мынау оңтүстік жақ қана, сол жақта ғана қазақтар сол жерде ғана болған, мынау солтүстік жақта зерттеуге рұқсат бермеген. Институт археологии СССР сондай указание берген. Мынау біздің солтүстік жақта қарасақ, қандай қазір шығып жатыр енді. Мынау Зерендінің зерттегенде археологияның қазбалардың жұмыстарын бастағанда 3 мәдениет слой бар. Біреу тас дәуірден бастаған сонда. Көрдіңіз бе? Бізде сонда бұл не себеппен? Біз мынау қазақ тарихын білмесін, бір жағынан. Екіншіден, мынау солтүстік регион осы қазақ болмаған деп. Біздің осы басып алған өзіміз еліміз дегенде соған келтірген себебі бұл кісінің айтып отқан дұрыс. Сол себеппен біздің қазір кішкене болсында әйтеуір шығып жатыр. Тарихымызды қазір кішкене біліп отырмыз. Бірақ оны толық әлі зерттеуін көп материалдар бізде әлі жетпей отыр. Көбі мынау Қытайда да бар, мынау батыс елдерде көп неміз бар. Источники дейміз ғой енді, сонда бар. Екіншіден, мынау жаңағы бұл кісінің айтып отқаны, өзбек деген ұлт жоқ деген, ол дұрыс. Өзбектің қарасан, жартысы қазақтың руымен келеді. Олар бізде мынау Сталинге перепись жасағанда бір записка келеді екен. Одного спрашиваешь, он казах говорит, второго спрашиваешь, он сам. Как их писать сам? Зачем, говорит, их увеличивать? Пиши их узбеками. Сонда өзбек, өздері екіге бөлінеді. Біреу парсы тілінде сөйлейді, біреу түрік тілінде сөйлейді. Түрік тілінде сөйлеген ол баяғы біздің қазағымыз. Сарт деген ол кім? Ол баяғы жермен егістікпен айналысқан адамды сарт деп кеткен. Ол былай айтқанда Өзбекстанның жарысы өзіміз қазағымыз жүрген былай айтқанда. Оны парсы елін алып келген патшалар кезінде бізге түрікке қарсы қылып, жаңағы тәжіктің өзі былай айтқан болып емес. Памирдің ішінде жүрген әртүрлі бір нелер, ұрулар, нелер. Олар парсылар ғой? Иә, солардың бәрі қосып жүріп, тәжік деп жүрген. Негізі мақсат бұл Сталин кезінен жаңа дұрыс айтып отыр кісі. Қазақтың қырғыз деп атап кеткенде киргиз кайсакик солай деп. Анау енді нақты ұру бір кезде шықты, а тут другие говорят, мы киргизы, говорят, у них другой немножко язык, и это... Давайте запишем, говорит, дикокаменными киргизами. Дикокаменные киргизы деп. Сонда оларды вообще адам сияқты санамаған. Дұрыс. Сонда біздің сана сезімімізді жою, тарихымызды да зерттеген жоқ. Бұл кісі дұрыс айтып отыр. Кезінде совет уақытында рассказы по истории Казахской ССР деп рассказы, сонда тарих емес, рассказы, жай түрлі бір нелер түрлі жазған. Украиндар молодцы, олар геноцид деп, орыстардың істеген геноцид қып, оңға кіргізді, біздікілер әлі жүрміз. Иә, дұрыс. Сол себептен мынау осындай кітаптар шыққан дұрыс деп ойлаймын, мен қолдаймын аға. И жаңағы сіз орысша жазған дұрыс. Мынау көбі біздің манкурт қазағымызда жоқ. Қазақша оқымайтындар, орысша оқитындар. Қазақша білмейтіндер көп, иә. Оларға кітап осы дұрыс деп ойлаймын, орысша жазылған. 1897 жылғы санақ бойынша Ресей империясында қазақтарды қазақтың жерінде румен санаған. Сонда қазақтар 8.961.000 қазақ болды Ресейдің империясында. Мына қазақтың жерінде 8.961.000. Өзбектер 350.000 болды. Қырғыздар 125.000 болды. Негізде Өзбекстанда
Какант, Хива, Бұхара деген сарттардың мемлекеттері болды, парсылардың. Олар өзбек емес. Бізде мына Бұхара мен Хива, Қақантқа барсаң, олар бір-бірін түсінбейді, өзбектер. Тілдері бөлек. Олар бәрі парсылар. Оны Сталин айтқан, нам надо избавиться от этих киргизенок, чингизят. Чингизяты нам не нужны. 1924 жылы Өзбек СССР-ін құрылды. Сол біздің Ташкентімізді өзбектерге берілді. Ол біздің жеріміз бәрі. Анау Самарқанд Қазақстан жері, Айтекеби жерінің жерленген жері. Ташкентте Чөлеби жерленген жер. Бәрі біздің Қазақстан жері. Бірақ Сталиннің бұйрығымен бәрін қазаққа қарсы шықты. Сосын Сталин Ресей империясы монғолдар шығарды. Монғолдарды шығарған олар. Неге? Шыңғыс ханды монғол қылу керек. Монғол деген қазақтың мәңгі ол жалғасы деген сөз. Содан міне монғол болып кетті бәрі. Қазақты менсінбей кетті. Біздің скиппен сақтарымыздың бәрін Совет үкіметі Иранның язычнигі аударып жіберді. Ирандықтар деп олар. Олар қазақ емес. Бұл қазір міне бәрі мойындап жатыр. Ғалымдар мойындап жатыр. Ғылыми түрде үлкен дана ғалымдар айтып жатыр. Бәрі қазақтан шыққан. Бәрі қазақтан шыққан. Қазақтан бүкіл түрк ұлттар шыққан. Башқұрың, өзбегің, татарың, түркің, Әзербайжан бәрі қазақтан шыққан деп. Оның шындықты мойындау керек деп. Қазақстанды аяққа тұрғызатын бір-ақ адам тек мен бүгін. Басқа ешкімді тұрғыза алмайды. Сен бұнда қаталдық керек. Қатты керек. Сосын жаңа құр бағдарлама емес жазып. Сен оны қалай іске асырасың? Соны да ойлау керек. Мен айтам, мына бізге ату жазасын ол қалпына келтіру керек. Мораторий бұзып тастап. Керек жоқ бізге мораторий. Сосын Қазақстанда тек қазақ тілінде сөйлеу керек. Басқа ұлттардың керегі жоқ. Тұрасың ба Қазақстанда, қазақша сөйле, қазақша үйрен. Міне менің мақсатым сол, мына кітабымның да мен көтеріп отқан мәселесі осы қазақ қорғау мәселесі, қазақ қорғау. Қазір мен Өзбекстанда дейді, 35 миллион өзбек бар. Жоқ, Өзбекстанда 10 миллион қазақ. Себебі баяғыда мен Ақтөбеде айтыс өткіздім, Шәккәрімге арнап. Сонда Гагарин қаласынан 3 қазақ келді. Айтысқа қатысып. Бізді шақырды сосын. Неткеннен кейін біз келдік, қонақ болдық. Сонда бір жігіт айтып жатыр, мен аға облыстық салық басқармасына бастықтың бірінші орынбасары алам деп жатыр. Бірақ міндет қойды дейді. Сен келетін болсаң, 5 балаңды, қатыныңды өзің өзбектеп жазуың керек. Мен не істеймін аға дейді. Қазақстанға баруға маған қызмет жоқ. Беретін дайын жұмыс жоқ. Сосын не істеймін? Мен дайын оны мен бұл жерде саған ақылымды айта алмаймын. Мен болсам әрине бармас едім. Өзбек болуға. Нан үшін, тамақ үшін. Бірақ сен енді өзің біл. Әркім өзің қоянды қамыс, ерді намыс өлтіреді дейді, оны өзің біл. Сол ақыр кеткен жаққа. Сол жазылған шығар өзбек бұл. Міне, қаншама жүр өзбектер. Кезде Совет үкіметі заманында Сафуан Шаймерденов жазушылар одағының жиналысында айтып жатыр. Қараңыз дейді, Өзбекстанда. Бір семья, қазақтың семьясы. Баласы өзбек, қызы қазақ. Бұны неге бір талап қоймаймыз, неге осыны қойдырмаймыз. Жарытқаннан кейін, Әлеке, сәлем. Вот мен досым Омскіде. Әлеке, вот мы проводим презентацию. Я говорю, надо Әлеке послушать. Он сказал, я, говорит, свое мнение выскажу. С удовольствием, почту за честь. Могу говорить? Да. Говори, Әлеке. Добрый день, вассалам алейкум всем друзьям, всем соратникам, всем гостям, которые собрались сегодня. Вассалам алейкум, Саке. Сердечно поздравляю вас с днем рождения. С рождением ваших книг. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и плодотворного творчества, чтобы вы нас дальше радовали своими шедеврами. Рахмет, Әлеке. Да, я хочу немножко рассказать о Саке, о его книгах и выразить глубокое почтение этому великому человеку. Мы познакомились случайно с Саке в 2020 году, в пандемийном, когда пересели все с самолетов на поезда. И вот в поезде мы с ним познакомились. И началось у нас небольшого недоразумения, потому что я совершенно не знаю, к сожалению, казахский язык. И Саке пытался разговаривать со мной на казахском языке, думая, что я житель Алматы.
Но потом, когда он узнал, что я гость Казахстана, вы знаете, только великодушный, великий человек может признавать свои ошибки. Поэтому мы с ним достаточно быстро нашли общий язык, подружились. И я хочу сказать, что вот он оставляет такой шлейф за собой. Шлейф очень такой интересный. Шлейф воспоминаний, которые длятся годами. Мы с 2020 года больше не виделись, кроме вот этой короткой поездки в поезде. Но мы продолжаем переписываться, спорить. Мнения наши очень часто расходятся с ним, но это очень дорого для меня и ценно иметь возможность общения с таким человеком. И вот в поезде он подарил мне свою книжку «Айналайнен». Я открыл эту книжку на первой же попавшемся стихе. Как раз это и был стих «Айналайнен», который был написан тогда, когда еще не родился на свет. И знаете, это стихотворение до сих пор очень часто звучит в моей душе. Потому что написать и сказать так, выразить между строчек эти чувства просто невозможно, как сделал этот великий мастер. Я долго думал, какими словами можно в 2 словах охарактеризовать Саке. И вот мне приходят на ум такие слова: он неистовый сын своего народа, с огромной энергией и с огромной любовью в своем большом сердце. И тогда Саке мне сказал, говорит, я вот тебе дарю свою книгу, но ты тоже должен мне что-то подарить взамен. И он вышел в Астане, я с Астаны ехал тогда до Петропавловска, и вот за этот путь ко мне пришли строки, которые я ему тогда подарил, и я сейчас хочу их прочитать. Я назвал эти строки «Последний батыр». Один ты остался на поле, один ты остался в седле, могучий батыр на привольной казахской степи, на войне. Пустыми здесь машут речами огромные руки ветрил, к чему все стремились вначале, здесь каждый уже забыл. Стреножены все рассенанты, народ от бессилия запил, играют с неверными в нарды. И вот ты остался один. Не знаю, чем бой завершится, не знаю, наступит ли мир, но буду тобою гордиться. Последний казахский батыр. Спасибо. Я знаю, что Саке мне рассказывал, что у него бывают откровения, он общается с пророками. Знаете, я не знаю, как выглядят пророки. Мне кажется, что пророки — это все-таки пророк похож на строгого любимого отца, который, может быть, иногда не выразит свои чувства вот так вот откровенно, подбодрит, но всегда он строгий, всегда внимательный, и всегда он готов в любую секунду отдать свою жизнь за родных и близких и за свою страну. И мне кажется, сейчас пророки смотрят на вас, Саке, и радуются тому, что сегодня происходит. Вашему дню рождения и рождения ваших книг. Я вас поздравляю с вашими книгами. Они написаны рукой большого мастера. И низкий поклон вам, большой рахмет. И, пожалуйста, радуйте нас дальше своими произведениями. Я вас крепко и желаю вам всяческих успехов. Рахмет. Спасибо. Всего хорошего, Алике. Меня зовут Аманова Алтынай Тулебаевна. И сегодня вот я приглашена на презентацию нашего писателя, во-первых, историк. Сам он юрист к тому же. Человек очень обстоятельный, талантливый, с большим этим жизненным опытом. Я рада, что сегодня я оказалась на презентации вот этих его трудов. Я считаю, что эти книги достойны мирового уровня. Со временем в нем перекликается, в этих книгах перекликается советское время, советская эпоха, перекликается с нашими сегодняшними реалиями. Хронологически многие вещи
взятый из архивов, охватывает очень большой диапазон. И поэтому я еще раз хочу повториться, что эта книга займет свое достойное место в сокровищнице мира. Дорогой Саке, хотел бы еще раз выразить вам огромную благодарность за ваше творчество и поздравить с выходом ваших 2 новых книг «Кашалоты» и «Коррупция». И, если позволите, высказать свое мнение по поводу этих 2 замечательных книг. Начну я, пожалуй, с «Коррупции». Это серьезный исторический труд, который требует тщательной проработки и полной самоотдачи. При этом все показано как бы изнутри и состоит из картин обычной обывательской жизни сильных и не очень мира сего. Интересен слог. Мне он показался таким очень приближенным к народному, и поэтому такая скрупулезная научная вещь воспринимается как обычный роман. Увлекательный роман, конечно же. Однако я представляю, сколько труда вложено, какая грандиозная работа проделана, в том числе в архивах. Меня всегда восхищали глубоко продуманные, переосмысленные через современную призму исторические вещи. И ваш труд именно такой. Одно дело, когда что-то гениальное создается благодаря таланту, а фактически благодаря небесному потоку. Но совсем другое дело, когда человек не только талантлив, но еще и долго и скрупулезно работает над своим плодом. Не просто взять от Всевышнего, но и наполнить своим прочтением, а главное, своим самоотверженным трудом, собирая свой дар буквально по крупицам. И от этого я в полном восторге от вашей коррупции. Теперь о кашалотах. Признаться, для меня читать такие чересчур откровенные вещи непросто. И первое, что мне пришло в голову после прочтения, это насколько талантливо, красочно, ярко вы это сделали. Образы очень живые. Все-таки не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Здесь вы проявили себя просто как блестящий романист. Но со временем неожиданно у меня появилось такое послевкусие после прочтения вашей книги. Вначале мне пришли такие булгаковские образы, которые перекликаются с вашими, с высмеиванием людских пороков в мелких людишках, которые почему-то решили, что они сильные мира сего и что-то значит. Надо признаться, что наше общество всегда было пронизано смрадом греховностей и пороков. И, увы, это факт. Но потом я вдруг вспомнил, где я мог чувствовать ощущать такие же чувства, как при прочтении ваших кашалотов. И этот дух ни с чем не спутаешь. Это дух музея Сальвадора Дали в Фигересе в Испании. Вот там полно гротескных подобных образов. И ваши персонажи мне напомнили некоторые безобразные картины, которые там есть. Я люблю Испанию. И не случайно в нашу с вами первую встречу вы навеяли мне образ благородного Дон Кихота Ла-Манческого в своем лице. Но еще одна есть вещь в ваших книгах. Это рассказ про Куля Шапа, который вы поместили в кашалоты. Он очень сильно меня зацепил. В нем такая трогательная искренность, пронизанная любовью, одновременно болью и всепрощением. Это ваше откровение, это ваша исповедь. Это непридуманная история. И вы нашли в себе силы ей поделиться.
Мне это очень откликается. Спасибо вам, Саке. Творите, радуйте нас своими книгами и стихами. Нам это очень нужно. Рахмет.